Сондай-ақ бүгін мемлекет басшысы Астана және Қазақстан митрополитімен кездесті. Елбасы Александр арқылы еліміздің барша православтарын алғыс айту күнімен құттықтады. Бұл мереке елдегі тұрақтылық, бірлік пен келісімнің белгісі ретінде шынайы халықтық мейрам саналады. Нұрсұлтан Назарбаев құрмет көрсету, бір-біріне деген ренішін кешіру, алғыс айту күнінің маңызды дәстүрлер екеніне назар аударды. Митрополит Александр мемлекет басшысына осындай мерекенің белгіленгені үшін алғыс білдірді. Провели сегодня замечательный такой день благодарности. Постоянно я слышу на всей ассамблее людей благодарность за стабильность, за равенство, за все. И я решил сделать день благодарности, чтобы потом все друг другу простили невзгоды, попросили прощения и благодарили друг друга, и жили вместе. Глубоко уважаемый. Бүгін барша Қазақстан халқы атап өтіп жатқан осы тамаша мерекемен сізді құттықтауға рұқсат етіңіз. Егер былтыр Қазақстан халқы ассамблеясының және Конституцияның 20 жылдығы, жеңістің 70 жылдығы сияқты елеулі оқиғалармен атап өтілсе, 2016 жыл біздің тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы. Сондықтан биыл алғыс айту күнін тағайындау өте дана шешім. Бұл күн татулық пен тұрақтылық үшін барлық этностардың бір-біріне және ең алдымен қуғын сүргіннің жазықсыз құрбандарын осы қасиетті жерде паналатқан, оларға қолдау көрсеткен қазақ халқына айтар алғысты білдіреді. Бұл біздің халқымыз үшін қажет әрі маңызды мереке.